Бәріне сәлем, бүгін выбипай пирожныйын дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, тұзымызды сеуіп, ақырын араластырамыз. Барлық құрамдарды төменгі описаниядан көре аласыздар. Айранымызды қосамыз. Ертілген сармайды қосамыз. Сармай қатты ыстық болмау керек. Араластырып, енді барлық құрған ұнтақтарымызды біріктіріп, еліктен өткізе отырып, қамыр жасаймыз. Қамырымыз осындай күйде болады. Енді қолымызды майлап, дөңгелектейміз. 170 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Піскен ағаш тұяқшамен көрсеңіздер болады, содан кейін суытамыз. Кремін дайындаймыз. Креміне қант ұнтағының үстіне бөлме температурасында тұрған, сапасы жақсы сары майды араластырамыз. Содан соң ванильді қантымызды қосамыз, қаймағымыз шет-шетінен қоса отырып араластырамыз. Енді суыған қождарымызға кремімізді жағамыз. Осылай бетіне жауып, барлығын біріктіріп шығамыз. Мінекей осылай біздің қождарымыз, выбипай пирожные, печеньесі дайын.